Дұрыс тамақтанып, дефицит калория арқылы салмақ тастап жүрмін, және мен күнделікті өзіміз дайындайтын барлық тамақтардың ПП версиясын дайындауға тырысамын. Біраз уақыт бұрын YouTube каналы ашып, осылай өзім дайындайтын ПП рецептерді салып жүрмін. Дәл осы сырниктердің рецептері де сол каналымда бар. Сырниктерді дайындап алғаннан кейін сковородкаға екі бетін қызартып аламын. Одан кейін алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минуттай пісіремін. Духовкада пісіп шыққаннан кейін өте нәзік, үлпілдек, ауызда еритін осындай сырниктер дайын болады. Дайын болған сырниктерді мен греческий йогуртпен, мезгілдік жидектерден дайындалған джеммен және зеро деген қантсыз сироппен жеуді ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Егер сізге дұрыс тамақтану, салмақ тастау жайлы қызық болса, менің YouTube каналыма және Инста парақшама тіркеліп алыңыз. Инста парақшамның ссылкасы описанияда бар. Мен өз каналымда салмақ тастау үшін оңай әрі қолжетімді ПП рецептермен бөлісемін.